Баршаңызға сәлем. Бүгін мен оливье салатын рецептімен бөлісетін боламын. Оливье салаты өте тойымды және жасалу жолы өте оңай. Осылай картофелімізді, сәбізімізді және жұмыртқамызды қайнаған суда пісіріп аламыз. Және піскен соң қабығынан тазартып, ұсақтап турап аламыз. Көлемін өз қалауларыңыз бойынша ұсақтап, көбіктеп турауға болады. Не болмаса видеода көріп тұрғандарыңыздай құрылғының көмегімен де турауға болады. Бұл салатымызды жаңа жылдық дастарханға, не болмаса кез келген мерекелік дастарханға ұсынсаңыз болады. Осылай көкөністерімізді ұсақтап турап болған соң, дәл сол көлемде колбасамызды да ұсақтап тураймыз. Мен халал колбаса қостым, сіздер қалауларыңыз бойынша асылған ет қоссаңыздар да болады. Және колбасамызды ұсақтап турап болған соң, дәл сол көлемде қиярымызды, яғни тұздалған қиярымызды ұсақтап тураймыз. Қиярымызды осылай ұсақтап турап болған соң, банкадағы горохымызды суын төгіп, суынан толықтай тазартып, салатымызға қосатын боламыз. Горохымызды қосып болған соң, майонезімізді қосып, салатымыз толық араласқанша жақсылап араластыратын боламыз. Осылай біздің салатымыз дайын. Сіздерге видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.